Кредит харам, жігіттер. Кредит харам. Бір ауыз сөз. Ол нәрсені ары бер деп талқылайтын түгі жоқ. 1% болса да харам. Рассрочка, біздегі рассрочкалар енді мен таза харам деп айта алмаймын, бірақ шарттары дұрыс емес оның. Пения өсіріп қойған жерде. Бөліп төлеп мысалға дейді, ал оны келісімді баға болса, рассрочка деген ешқашан баға өзгермеу керек. Мысалға, мынаны мен дейік сіздерге айтам, мынаны мен 1000 теңгеге сатамын деп отырмын. Сөйтем, сіз айтасыз, мына стаканды мен 1000 теңгеге алайын. Мен алам бұны, бірақ 1000 теңгені бөліп төлеймін. Бірден бере алмаймын десе, мен айтсам, онда 1000 теңге емес. Онда саған 1200 теңге болады. Ай сайын жаңағыда 200 теңгеден беріп тұрамын деді мысалға дейік та. Оны мақұл келістік. Аласыз ба 1200-ге? Алам, баға нақты болды, келісілді. Енді сіз бір ай 200 теңге бердіңіз, екінші ай ақша бере алмай қалдыңыз. Кішкене күте тұр, бір 10 күннен кейін беремін десе ақшаны. 200 теңге жоқ қазір. Мен оған 1 теңге де қоса алмаймын, болды, келісілген бағада тұрады. Ол солай болса рассрочка болады. Бізде ондай емес қой, ана 10 күніңізде пенния өсіп кетеді ортада. Демек не екен, шарт, келісім шарт дұрыс емес болып жатыр бізде. Ал енді өзге масқаптарға салатын болса, бұндай нәрсені есептемейді ол. Өсіп кеткен нәрсе пенния оны жаза ретінде деп есептеледі та, солай жіберген бар. Бірақ ханафи мазхабымыз бұл нәрседе қатып қалған, шарт дұрыс емес деген. Соның үшін бұл дұрыс емес іс, бұны тоқтату керек деген. Ал кредит басыбайлық харам болды. Ұқты ма? Процент беру десе, ол да харам сол кредит. Банкқа байланысты бәрі харам болды. Жалпы банк деген нәрсе, біздегі қазір банктың жүйелері, ол не екен? Мына батыс Европаның пайызға құрылған жүйесі біздегі тұрған қазір. Бізде басқа бір жүйе жоқ, біз басқасын көргеніміз жоқ әлі. Соның үшін бұл нәрселердің барлығы исламның шарттарына теріс барлығы, пайызға құрылған. Соның үшін мүмкіндігінше жаңағы пайыз алу деген нәрселерден аулақ жүріңіздер. Алып қойған, ұрынған кісілер болса, соң құтылып қайтадан алмайтын жағдайға келіңіздер. Өйткені бұл нәрсе жақсылық емес. Мен өз басым алмай төлегендігім бар кезінде. Әр ай сайын бір 17 000 теңгеден екен соны төлейтін. Әр ай сайын керіп қала береді ғой, жылдан беріп қала береді. Сөйтіп 17 000 төлегеннің өзінен берекем қашып кетті бар ғой. Аны барасың, ана почта арқылы төлейді екен, поштада тұрасың күтіп оны. Нерв өзі кей кездерде асып жүрген кезінде ана уақыт өтіп бара жатыр, ойбай төлеу керек дейді. Сөйтіп, жаңа болмайтын бір 17 000 теңге төлеген өзінен мен қиналып кеттім. Кейбіреулер бар, ай сайын 120 000 төлеймін деп айтатындар бар. Олар қалай жүріп мен түсінбеймін мен. Мен Құдайға шүкір мен өзім алмаппын, маған бермейтін де шығар деп ойлаймын. Ондай кредит деген нәрсе болған емес менде. Банкқа алмаппын да, салмаппын да осы. Бірақ не екен, Құдайға шүкір бір тиын тапсам да жетеді, соны үйге тамақ қылып ішіп-жеп. Не екен, кредитіңіз жоқ болса, тамағыңызға жетеді. Кішігірім бірде балаларыңызға біреулеріне 2-3 балаңыз қалсаңыз, кейін бір-екеуіне кейінгі айлығыңызды аласыз, кейінгі бүйтсек жетеді. Біреуге тәуелді болмайсыз. Әдемі. Қолыңызда 5-10 000 теңге артыңыз тұрса, біреуге 1-2 000 теңгеңізді көмек ретінде бере аласыз. Кредит тұрса қайдан бересіз? Жұмысыңыздан шығарып жіберемін деп қорқып кетесіз ғой, шошып өйткені кредит төлеу керек, жұмыстан шықпау керек сізге. Ал кредитіңіз жоқ болса, жұмыстан қорықпайсыз, шығарып жіберемін десе. Қолға бір күрек табылар деп. Өйткені жаныңыз тыныш болады ағайын. Біз кредит арқылы дамимыз деп ойлаймыз. Кредит деген батыр ол. Кірмеңіздер, жоламаңыздар.